Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен айран жасау технологиясымен бөлісемін. Ал кеттік. 1 литр айранға 1 литр сүт қажет болады. Сүтті осылай қазанға құйып пісіріп аласыздар. Бір көтерілгеннен кейін астын жай қылып осындай сәл пісіп тұру қажет болады. Сәл қайнау қажет болады. Сол қайнаған кезде оның дәмі өте керемет болып шығады. Сразу пісті екен деп өшіріп қойсаңыздар, ол дәмі онша болмай қалады. Сол үшін де бір пісіп қайнап шыққаннан кейін астын сәл төмендетіп, сәл ғана бір 4-5 минут қайнап тұру қажет болады, жай ғана. Кейіннен оны ұйытамыз. Ұйыту үшін сізге сәл оны ыдыста суыту қажет болады. Онша суық емес, жылы болу қажет болады. Және оны 1 литр банкаға құйып, осылайша ұйытамыз. Ұйыту үшін сізге үйде ұйытқы болу қажет болады. Ол қалған айран болып табылады. Ал егер де сізде болмаса, магазиннің қаймағын қолдансаңыздар болады. Үйдің қаймағы болмайды. Ол қаймаққа ұқсап қалады, дәмі онша айранға ұқсамай. Сол үшін де мен бір ас қасық үйдің қалған айранын және бір ас қасық үйдің қаймағын қолдандым. Сол кезде оның дәмі магазиннің қаймағына ұқсайды. Және оны осылай 1 литр сүтке 2 ас қасық осы ұйытқыны салып, қаймақ пен айранның қосындысын салып, араластырып, бетін жауып қоямыз. Және оны жылы жерге осындай жылы затпен орап қоюыңыз қажет болады. Мен әрдайым түнде істеп, оны азанға дейін тұратындай етіп қоямын. Сол кезде ол күшті болып шығады. Осылайша мен бір түн тұрды. Осылай бетін ашқанда сәл банканы жылжытып көресіздер. Осындай қоюлану қажет болады. Және оны бетін ашпай, сразу ыдысқа салмай, оны холодильникке салып қойыңыздар. Сонда ол қоюлана түседі. Осымен біздің айранымыз дайын. Егер де сізге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіз. Келесі көріскенше.